Қайырлы күн 9 сынып білім алушылары. Дүниежүзі тарихы пәнінен қарастыратын кезекті сабағымыздың тақырыбы Қырғи-қабақ соғыстың негізгі кезеңдері мен басты оқиғалары қандай болды деп аталады. Сабақтың барысында сіздермен бірге Қырғи-қабақ соғыстың негізгі кезеңдері мен басты оқиғалары туралы ақпарат аламыз, халықаралық шиеленісті бәсеңдету және әлемдегі қарсыластықтың жаңа кезеңінің күшеюі мәселелерін талдайтын боламыз. Одақтастар біртұтас Германияның болашағы туралы келісімге келе алмаған кезде ақш, Ұлыбритания және Франция өздерінің оккупациялық аймақтарын біртұтас неміс мемлекетіне біріктіруге шешім қабылдады және 1948 жылдың маусымында Батыс Германияда жаңа валютаны енгізді. Сол кезде Сталин Батыс Берлинге баратын барлық құрлықтық және су жолдарын жабу туралы бұйрық берді. Өйткені Батыс Берлин Кеңес одағының оккупациялық секторында орналасқан еді. Батыс Берлин тұрғындары ашаршылық қаупімен бетпе-бет келді. Батыс елдері Батыс Берлинге барлық қажетті жүктерді ұшақпен жеткізуді ұйымдастыруға шешім қабылдады. Әуе көпірі арқасында Батыс Берлиндіктер 2 миллион тонна жүк, оның ішінде азық-түлік, киім-кешек, дәрі-дәрмек және тіпті көмірді де алды. 1949 жылғы 12 мамырда 11 ай өткен соң КСРО Берлин блокадасын тоқтатты. 23 мамырда Германия Федеративтік Республикасы құрылды. Бұған жауап ретінде 1949 жылдың қазанында шығыста Герман Демократиялық Республикасы құрылды. Келесі қақтығыс алаңы оңтүстік Шығыс Азия болды. 1945 жылы Жапонияға қарсы әскери іс-қимылдар барысында Кеңес әскерлері Солтүстік Кореяны, ал америкалық әскерлер Оңтүстік Кореяны оккупациялады. Оккупациялық аймақтар арасындағы шекара 38-ші параллель бойымен өтті. 1949 жылға қарай оккупациялық әскерлер Кореядан шығарылды. Содан кейін елдің екі бөлігінде де сайлау өтті. Солтүстік Кореяда бір жыл бұрын билікке Ким Ир Сен бастаған коммунистер келіп, Корея Халық Демократиялық Республикасын жариялады. Оңтүстік Кореяны, яғни Корей Республикасын Вашингтон қолдаған президент Ли Сын Мын басқарды. 1950 жылғы 25 маусымда Солтүстік Кореяның Халық Демократиялық армиясы 38-ші параллельді кесіп өтіп, Оңтүстік Корея аумағына басып кірді. Оңтүстік Корея Біріккен ұлттар ұйымынан көмек сұрады. Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесі Кореяға Біріккен ұлттар ұйымы күштерін жіберу туралы қарар қабылдап, олардың негізін америкалық әскерлер құрады. Батыс одақтастарының қарулы күштері Солтүстік Кореялық әскердің шабуылын тоқтатып, көп ұзамай әскери іс-қимылдар Корей Халық Демократиялық Республикасының аумағына ауысты. Солтүстік Корея үшін аса қиын сәтте Қытай Халық Республикасының қарулы күштері соғысқа кірісіп, америкалықтарды шегінуге мәжбүр етті. Кеңестер одағы қақтығысқа ресми түрде қатысқан жоқ, бірақ Солтүстік Кореяға әскери авиация және кеңес кеңесшілерін жіберіп көмек көрсетті. Қанды шайқастардан кейін майдан шебі демаркациялық сызық бойында тұрақталды. 1951 жылы соғысушы тараптар бейбітшілік туралы келіссөздерді бастады, бірақ соғыс қимылдары 2 жылдан астам уақытқа созылды. Тек 1953 жылы 27 шілдеде бітім туралы келісімге қол қойылды. Солтүстік пен Оңтүстік Корея арасындағы шекараны соғысқа дейінгі сызыққа қайтару және бүгінгі күнге дейін сақталып отырған демилитаризацияланған аймақ құру туралы шешім қабылданды. Корея соғысы 5 миллион адамның өмірін қиды және Қырғи-қабақ соғысының алғашқы қарулы қақтығысына айналды. Екі ірі державаның арасындағы алғашқы жылымық Сталиннің өлімінен және Корея соғысының аяқталуынан кейін орын алды. КСРОны басқаруға келген Хрущевтің қадамдары халықаралық қатынастардың біраз жақсаруына ықпал етті. 1955 жылы Австрияның бейтараптығы расталғаннан кейін Кеңестер одағы өз әскерін бұл ел аумағынан шығарды. Сол жылы Кеңес одағы Герман Федеративтік Республикасын мойындады. Алайда батыс державалары Герман Демократиялық Республикасын мойындаудан бас тартты. 1956 жылдың күзіне қарай КСРО Жапониямен қарым-қатынасты қалпына келтіріп, бейбіт келісім жасасты.
1959 жылы Хрущев ақш президенті Эйзенхауэрмен кездесті. 1960 жылы Хрущев Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясының отырысына қатысты. Дегенмен, 1960 жылдардың басындағы Берлиндегі және Кубадағы дағдарыстар әлемді ядролық апаттың шегіне жеткізді. Тапсырма: тыңдалған ақпаратты қорытып, 4 топқа бөлініп, Екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі қарсылықтың басталуына IDEA әдісімен талдау жасаңыздар. бір мың 1947 жылы Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясы араб елдерінің қарсылығына қарамастан Палестинаны араб және еврей автономиялық аумақтарына бөлу туралы шешім қабылдады. Иерусалим екі жаққа да тиесілі емес халықаралық қала мәртебесіне ие болуы керек еді. 1948 жылдың мамырында Израиль мемлекеті жарияланғаннан кейін құрамында Мысыр елі бар 8 араб мемлекетінің коалициясы Израильге қарсы соғысты бастады. Алайда ақш-тың қолдауына сүйенген Израиль бұл соғыста жеңіске жетті. Палестина аумағының басым бөлігі еврей мемлекетінің бақылауына өтті, ал 600 мыңнан астам палестиналықтар өз отандарын тастап кетуге мәжбүр болды. 1956 жылы екінші араб-израиль соғысы басталды. Мысыр президенті Гамаль Абдель Насер британдық компанияларға тиесілі Суэц каналын ұлттық меншікке алды. Келіссөздер сәтсіз аяқталғаннан кейін Ұлыбритания, Франция және Израильмен бірге каналға қайтадан бақылау орнату жөнінде келісімге келді. Британ және француз әскерлері канал аймағына түсірілді, ал Израиль құрлықтан Мысыр армиясына шабуыл жасады. Мысыр әскері талқандалды. Қақтығысқа КСРО араласып, интервенция жасағандарға қарсы ядролық қару қолдануға дайын екендігін ескертті. ақш пен КСРОны қоса алғанда, әлемдік қауымдастықтың қысымы Израиль мен Ұлыбритания қарулы күштерін Мысыр аумағынан әскерлерін әкетуге мәжбүр етті. Бұл әскери қақтығыстағы жеңіс президент Насерді араб әлемінің көшбасшысына айналдырды. Алайда араб-израиль қақтығысы қырғиқабақ соғыс кезеңінде бүкіл уақытында шиеленіс фактор болып қала берді. ақш әрдайым Израильді қолдаса, КСРО араб елдеріне көмек көрсетті. 1950 жылдардың соңына қарай бөлінген Берлин мәселесі Кеңестер одағы мен ақш арасындағы қатынастарда түйткілді сауал болып қала берді. Қаладағы Герман Демократиялық Республикасы мен Герман Федеративтік Республикасы арасындағы шекара шартты ғана болды. Бұл 1949 бен 1961 жылдар аралығында шамамен 2,7 миллион шығыс немістерінің батыс Германияға кетуіне мүмкіндік берді. Батыс Берлин Герман Демократиялық Республикасынан Герман Федеративтік Республикасына адам және материалдық ресурстарды сорып алатын насос іспеттес болды. Бұл мәселе Герман Демократиялық Республикасы мен КСРО үшін тек саяси ғана емес, экономикалық тұрғыдан да маңызды еді. 1958 жылдан бастап Хрущев бірнеше рет Батыс Берлинді Герман Демократиялық Республикасы құрамына қосу қажеттігін айтты. Алайда президент Джон Кеннеди мен Хрущевтің арасындағы Батыс Берлин мәртебесі жөніндегі келіссөздер нәтижесіз аяқталды. Осындай жағдайда Кеңестер одағы бір жақты әрекет етуге шешім қабылдады. 1961 жылдың 13 тамызында Батыс Берлин толық қоршауға алынып, шекара бойына кеңестік шекаралық бекіністер қойылды. Қала тұрғындарының екі сектор арасында еркін жүріп тұруы мүмкін болмай қалды. Берлин дағдарысы қарулы қақтығысқа ұласа жаздады. 1961 жылдың 26 қазанында бақылау өткізу пункттерінің бірінде ақш пен КСРО-ның әскери техникасы орналастырылды. Кеңес және америкалық танктер 18 сағат бойы бір-біріне қарама-қарсы жоғары әскери дайындық жағдайында тұрды. Кез келген қате қадам соғыстың басталуына әкелуі мүмкін еді. Таңертең танктер шегінді және әскери қақтығыс қаупі сейілді. Дегенмен Герман мәселесі шешілмей қалды. Өйткені батыс елдері Герман Демократиялық Республикасын мойындаудан бас тартты. Дағдарыс
1971 жылы Батыс Берлин ерекше мәртебеге ие және оны Кеңестер одағы, ақш, Ұлыбритания мен Франция үкіметтері бірлесіп басқарады деген келісімге қол қойылғаннан кейін ғана толық реттелді. Кубада 1933 жылдан бері билік құрған, ақш-тың қолдауына ие болған диктатор Фульхенсио Батиста 1959 жылғы социалистік революция нәтижесінде құлатылды. Билікке Фидель Кастро бастаған үкімет келіп, социалистік реформаларды жүзеге асыра бастады. Барлық америкалық компаниялардың нысандары мемлекет меншігіне алынды. Осылайша, ақш-қа жақын жерде батыс жартышардағы алғашқы социалистік мемлекет пайда болды. Бұл жағдай ақш әкімшілігін қатты алаңдатты. 1961 жылдың сәуірінде орталық барлау басқармасы коммунистік режимді құлату мақсатында кубалық иммигранттардың қарулы көтерілісін ұйымдастыруға тырысты. Алайда бұл контрреволюциялық төңкеріс кубалық армия тарапынан талқандалды. Бірақ ақш тарапынан әскери агрессия қаупі сақталып қалды. Хрущев Фидель Кастро үкіметіне әскери көмек көрсетуге шешім қабылдап, Кубада КСРО-ның әскери базасын орналастырды. 1962 жылдың күзінде КСРО жасырын түрде Кубаға ядролық оқтұмсықтары бар зымырандарын жіберді. Бірақ америкалық барлау ұшақтары бұл зымырандарды тез анықтап қойды. ақш-та дүрбелең басталды. Өйткені бұл зымырандардың ұшу қашықтығы елдің бүкіл аумағын қамтитын еді. Президент Кеннеди Кубаны теңізден қоршауға алды және Кеңестер одағынан зымырандарын дереу әкетуді талап етті. Егер бұл талабы орындалмаса, термоядролық қару қолданатынын ескертті. Екі жақтың да қарулы күштері жоғары әскери дайындыққа келтірілді. Ядролық соғыстың басталуы әбден мүмкін еді. Бірақ соңынан Вашингтон мен Мәскеу райынан қайтты. Кеңестер одағы Кубадағы зымырандарын әкетуге, ал ақш Кубаның қауіпсіздігіне кепілдік беруге келісті. Болашақта мұндай жағдайлардың алдын алу үшін Вашингтон мен Мәскеу арасында тікелей ыстық телефон желісі орнатылды. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін Үнді Қытай елдерінде француз империалистеріне қарсы ұлттық тәуелсіздік үшін соғыстар басталды. 1954 жылы Вьетнам армиясы француз әскерін толық талқандап, ел екіге бөлінді. Солтүстік Вьетнамда Хо Чи Мин бастаған коммунистер билікке келіп, Вьетнам демократиялық республикасын жариялады. Оңтүстік Вьетнамда батысқа бейімделген диктаторлық режимдер орнықты. Вьетнам демократиялық республикасының коммунистік басшылығы елді өз билігінің астына біріктіру үшін оңтүстік Вьетнамға қарсы әскери іс-қимылды бастады. ақш басшылығы Азия елдерінде коммунизмнің таралуынан қорқып, оңтүстік Вьетнам режимі жағында қақтығысқа барған сайын көбірек араласа бастады. 1965 жылдан бастап ақш-тың қарулы күштері соғыс жағдайларына тікелей қатысты. 1969 жылға қарай Вьетнамдағы америкалық әскердің саны 500 миллионнан асты. Оған қоса флот пен стратегиялық авиация да бар еді. Солтүстік Вьетнам коммунистері Кеңестер одағы мен Қытай Халық Республикасынан жан-жақты көмек алды. Кеңестік зенит зымыран кешендері, зымырандар мен реактивті жойғыш ұшақтар Солтүстік Вьетнам армиясына қарсыласқа төтеп беруге мүмкіндік берді. Әскери тұрғыдан басым болған ақш қарсы тараптың қарсылығын жеңе алмады және ауыр шығындарға ұшырады. Америкалық әскерлердің өртегіш қоспа қолдануы, варварлық бомбалаулары және партизандық қозғалысқа қарсы қатал әрекеттері ақш-та бүкіл әлемде де қоғамдық наразылықты тудырды. Әскери сәтсіздіктер мен жаппай соғысқа қарсы қозғалыстың күшеюі ақш үкіметін бұл соғыстан шығу жолдарын іздеуге мәжбүр етті. Бейбіт келіссөздер 5 жылдан астам уақытқа созылып, 1973 жылы америкалық әскердің Вьетнамнан шығуымен аяқталды. Дегенмен, солтүстік пен оңтүстік арасындағы азамат соғысы тағы да 2 жыл бойы жалғасып, солтүстік Вьетнам жеңіске жетті. 1976 жылдың 2 шілдесінде біртұтас Вьетнам мемлекеті, яғни Вьетнам социалистік республикасы құрылды. Соғыс 1,5 миллионнан астам вьетнамдықтың және 58 мыңнан астам америкалық сарбаздың өмірін қиды. Тапсырма: тыңдалған ақпаратты қорытып, 5 топқа бөлініп,
ядролық соғыс табалдырығында тұрған әлем елдерінің саяси жағдайына Грей әдісімен талдау жасаңыздар. Қырғиқабақ соғыстың барлық уақытында қарулану жарысы қатар жүрді. Екі қарсылас блок барған сайын жойқын қару түрлерін жасап отырды. Алайда ядролық қақтығыс болған жағдайда ешбір тарап өз жеңісіне кепіл бола алмады. Бұл державаларды тікелей соқтығыстан ұстап тұрды. Алдыңғы қатарлы державалардың көшбасшылары әскери атомның таралуын шектеу қажеттігін түсінді. 1963 жылы ядролық державалар ауада, ғарышта және су астында атомдық сынақтарға тыйым салу туралы шартқа қол қойды. 1960 жылдардың соңы мен 1970 жылдардың басында Кеңестер одағы мен Америка құрама штаттары ғарышты бейбіт мақсатқа пайдалану туралы келісім, ядролық қаруды таратпау туралы шарт, ядролық қаруды теңіздер мен мұхиттардың түбінде және жер қойнауында орналастыруға тыйым салу туралы бірқатар құжаттарға қол қойды. 1970 жылдардың басына қарай Кеңестер одағы ядролық оқтұмсықтар саны бойынша ақш-пен шамамен теңесті. ақш пен КСРО арасында әскери саяси паритет, яғни қаруланудағы теңдікке қол жеткізілді. Бұл ретте барлық ядролық қару саны соғыста қарсыласты жою үшін қажетті жеткілікті деңгейінен бірнеше есеге асып түсті. Вьетнам соғысынан кейінгі қоғамдағы соғысқа қарсы көңіл-күй және 1970 жылдардағы экономикалық дағдарыстар ақш басшылығын конфронтациядан келіссөздерге көшуге итермеледі. Өз кезегінде Кеңестер одағы Қытаймен қарулы қақтығыстардан кейін ақш-тың Қытай Халық Республикасымен жақындасуынан қауіптенді. Сонымен қатар әскери шығындардың ауыртпалығы Кеңестер одағы экономикасына айтарлықтай әсер етті. 1970 жылдары екі лагерь арасындағы қарсыластық кезеңі халықаралық шиеленісті бәсеңдету деп аталған 10 жылдыққа ауысты. Бұл кезең мемлекеттер арасындағы өзара сенімді нығайтумен, қақтығыстар мен дауларды бейбіт жолмен шешумен, күш қолданудан және қауіп төндіруден бас тартумен, басқа мемлекеттердің ішкі ісіне араласпаумен, әртүрлі салаларда тығыз ынтымақтастық орнатумен сипатталды. Халықаралық шиеленісті бәсеңдетуге Еуропадағы аумақтық мәселелерді бейбіт жолмен шешу мәселесі ықпал етті. 1970-1971 жылдары Герман Федеративтік Республикасы басшылығының бастамасымен екі неміс мемлекетінің өзара мойындауы және Батыс Берлин мәртебесінің реттелуі орын алды. Кеңестер одағы мен ақш арасындағы диалогқа екі ел басшыларының сапарлары ықпал етті. 1972 жылы Ричард Никсон Мәскеуге келді, ал 1973 жылы Брежнев Вашингтонға барды. Бұл кездесулер 1972 жылы зымырандарға қарсы қорғаныс жүйелерін шектеу туралы шартқа және стратегиялық қарулануды шектеу туралы келісімге қол қоюмен аяқталды. 1970 жылдары Кеңестер одағы мен ақш әртүрлі салада ынтымақтастық жөнінде 23 келісім жасады. Ең танымал бірлескен кеңестік америкалық жоба 1975 жылы жүзеге асты. Ол Союз және Аполлон ғарыш кемелерінің түйісуі еді. Бәсеңдеу кезеңінің маңызды оқиғаларының бірі Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық жөніндегі кеңестің құрылуы болды. Ұзаққа созылған келіссөздерден кейін 33 еуропалық мемлекеттің Канада мен ақш-тың өкілдері екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі ең маңызды халықаралық құқықтық актінің негізгі тармақтарын мақұлдады. 1975 жылдың тамызында кеңестің қорытынды актісіне қол қойылды. Ол халықаралық қатынастардың негізгі қағидаттарын жариялады. Олар соғыстан кейінгі шекаралардың мызғымастығы, ішкі істерге араласпау, Еуропада және бүкіл әлемде бейбіт ынтымақтастық, адам құқықтарын құрметтеу секілді тармақтардан тұрды. Кеңес тұрақты негізде жұмыс істей бастады және қазір Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы деп аталады. 1992 жылы Қазақстан Республикасы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына мүше болды. Ал 2010 жылы
Қазақстан астанасы Астана қаласында осы беделді халықаралық ұйымның саммиті өтті. 20 ғасырдың екінші жартысында Ауғанстан жартылай феодалдық монархия болып қала берді. Оны ұлттық этникалық алауыздықтар жегі құрттай ішінен кеміріп тастады. 1960-1970 жылдары елде бірнеше саяси төңкеріс болып өтті және нәтижесінде монархиялық билік жойылды. 1978 жылдың сәуірінде Ауғанстан Халық демократиялық партиясының мүшелері офицерлер ұйымдастырған төңкеріс жасалды. Жаңа үкімет саяси және әлеуметтік-экономикалық реформаларды жүргізе бастады. Олар қоғамдық өмірді демократияландыру, ұлттық езгі мен кемсітушілікті жою, әйелдердің теңдігін жариялау, сауатсыздық пен жұмыссыздықты жоюға бағытталды. Дегенмен, социалистік өзгерістерді жүзеге асыруға елде ешқандай алғышарттар болмағандықтан, бұл әрекеттер жаңа режимге жаппай қарсылықты тудырды. Елде азамат соғысы басталды. Ауғанстан Демократиялық Республикасының басшылығының бір бөлігі КСРО-дан республикаға әскери көмек көрсетуді сұрады. 1979 жылдың желтоқсанында кеңес әскері Ауғанстан аумағына енгізілді. Премьер-министр өлтіріліп, билік ауған коммунистерінің қолына өтті. Кеңес әскеріне және жаңа режимнің жақтастарына қарсы ауған партизандары, маджахеттер жаппай қарулы қарсылық көрсетті. ақш кеңес әскерінің басып кіруін, таяу шығыстың мұнайға бай мемлекеттерін бақылау әрекеті және Парсы шығанағындағы ақш мүдделеріне қауіп ретінде бағалады. Америка құрама штаттары көтерілісшілерге қару-жарақпен, соның ішінде жер әуе зымырандарымен көмек көрсетті. Пәкістан аумағында ақштың орталық барлау басқармасы маджахеттерді даярлайтын лагерлерді құрды. 1980 жылдың қаңтарында Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясының кезектен тыс сессиясы Кеңестер одағының әрекетін бір ауыздан әскери агрессия деп айыптады. ақш КСРО-дағы өз елшісін қайтарып алып, стратегиялық қарулануды шектеу шартын ратификациялаудан бас тартты. НАТО елдері Кеңестер одағына қарсы экономикалық және саяси санкцияларды енгізді. Ауғанстанға басып кіруге қарсылық белгісі ретінде 65 мемлекет 1980 жылғы Мәскеу жазғы Олимпиада ойындарына қатысудан бас тартты. Кеңес әскері Ауғанстандағы барлық ірі қалаларды бақылауда ұстағанымен маджахеттерге қарсы әскери жеңіске жете алмады. 9 жылға созылған қатыгез қақтығыс кезінде 2 миллионнан астам ауған азаматы, оның ішінде 1 миллион бейбіт тұрғын қаза тапты. Миллиондаған ауғандар елдерінен кетуге немесе ішкі босқын болуға мәжбүр болды. Бұл басып кіру Кеңестер одағының халықаралық беделіне орны толмасы зиян келтірді және орасан зор материалдық шығынға ұшыратты. Тапсырма: тыңдалған ақпаратты қорытып, 4 топқа бөлініп, халықаралық шиеленісті бәсеңдету және әлемдегі қарсыластықтың жаңа кезеңінің күшеюіне тест талдау жасаңыздар. Тапсырма: 4 топқа бөлініп, Қарғиқабақ соғыстың негізгі кезеңдері мен басты оқиғалары қандай болды сауалына свод әдісімен талдау жасаңыздар. Үйге тапсырма: Қарғиқабақ соғыстың негізгі кезеңдері мен басты оқиғаларын пил стратегиясы арқылы талдап келіңіздер.